10-шы сынып қазақ әдебиет пәні 6-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы көңілім қайтты достан да, дұшпаннан да. Өлеңін талдау. Сабақтың мақсаты шығармадағы көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарының қызметін талдау. Бағалау критерий шығармадағы көркемдегіш құралдарды айшықтайды, амалдарының қызметін талдайды. Көңілім қайтты достан да, дұшпаннан да. Алдамаған кім қалды тірі жанда. Алыс жақын қазақтың бәрін көрдім, жалғыз жарым болмаса анда-санда. Пайда үшін біреу жолдас бүгін таңда, ол тұрмас бастан жыға қисайғанда. Мұнан менің қай жерім аяулы деп, бірге тұрып қалады кім майданда. Ендігі жұрттың сөзі ұрлық, қарлық, саналы жан көрмедім сөз дұғарлық. Осы күнде осы елде дәнеме жоқ, мейірғанып мәз болып қуанарлық. Байларда мал қызығын біле алмай жүр, жаз жіберіп, күз атын міне алмай жүр. Сабылтып, күнді ұрлатып, із жоғалтып, ызаменен ыржиып күле алмай жүр. Саудагер тыныштық сауда қыла алмай жүр, қолдан беріп қор болып ала алмай жүр. Ел аулақта күш айтқан, топта танған, арсыз жұрттан көңілі тына алмай жүр. Естілерде ісіне қуанбай жүр, ел азды деп надандар мұңаймай жүр. Ала жылан, ашпақа күпілдектер кісекен деп ұлықтан ұялмай жүр. Бектікте біреу бекіп тұра алмай жүр, одағы ұрығарды тия алмай жүр. Қарсылық күнде қылған телі тентек, жаза тартып ешбірі сұралмай жүр. Қарындас қара жерге тығалмай жүр, бірінің бірі сөзін құба алмай жүр. Құда тамыр, дос шаран, қатын балаң, оларда бір қалыпты бола алмай жүр. Бір күшті көп тентекті жыға алмай жүр, іште жалын дерт болып шыға алмай жүр. Арақ ішкен, мас болған жұрттың бәрі не пайда, не залалды біле алмай жүр. Жетілтіп жаз жайлауға қона алмай жүр, күз күзеуде жанжалсыз бола алмай жүр. Қыс қыстауың, қып-қызыл ол бір пәле, оралып ешбір шаруа оңалмай жүр. Жасы кіші, үлкеннен ұялмай жүр, сұрамсақтар нәпсісін тия алмай жүр. Сәлем борыш, сөз қулық болғаннан соң, қандай жан сырттан сөз боп сыналмай жүр. Сыншылдық сарынды абайдың көңілім қалды достан да, дұшпаннан да тәрізді өлеңінен анық көреміз. Осы өлеңде ел ішіне жайылып бара жатқан алдамшылық, аяр мінезді шенеп, өнегелі сөзі, берекелі іс жоқ, сон, сұрқия жылмандардың бейнелерін жасады. Соңғысында дайырға құмар, бойкүйез, жалқаулар сыналады. Ақын шаруаға қыры жоқ ел қыдырғыш адамдардың күлкілі портретін жасайды. Көңілім қайтты достан да, дұшпаннан да. Өлеңін өмірлеп оқимыз. Бірінші тапсырма. Өлеңнің ішіне қарама қарсы мағыналы сөздерді жазу. Дос, дұшпан, алыс жақын, жалғыз жарым, соғыс, майдан. Екінші тапсырма. Өлеңдегі түсіп қалған сөздердің орнын толықтырып, мәнерлеп оқы. Қажетті сөздер астыңғы жағында. Менің, майданда, кім, бастан, алыс жақын, достан деген керекті сөздер мәтіннің астында орналасқан. Сол керекті сөздерді қойып, мәтінді
толығымен оқимыз. Келесі үшінші тапсырмаға көшейік. Өлеңдегі көркемдегіш құралдар мен айшықтау сөздер. Сөздері теріп жаз. Эпитет, теңеу, метафора, метонимия, анафора, эпифора. Екі тапсырма. Достық, жолдастық туралы мақал мәтелдер жазып келу. Сабағымыздың соңында теріс байланыс жасайық. Білім теңізіне кеме жіберіңіз. Тақырыпты жақсы меңгердім деген оқушылар кемелерін теңізге орналастырады. Өзіне сенімсіздер жағаның шетіне қалады.